Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен балалық кездегі дәмді еске алып, лакомка булочкаларын дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, тіркеліп алыңыз. Ең алдымен таза ыдысымызға жылы сүт, ерітілген сармай, қант және жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Сонан соң дұрыс және кішкене тұз қосып, тұз бен қант ерігенше жақсылап араластырамыз. Сонан соң електен өткізіп дайындап қойған ұнымызды барлығын салып жібермейміз. Бірінші жартысын, сонан соң ұн керек болып жатса, қалған жартысын салып, жұмсақ, орташа жұмсақтықта қамыр илеп аламыз. Егерде ұндарыңыздың барлығын салып жіберсеңіздер, біздің қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Бізге жұмсақ қамыр керек. Міне, қамырымыз осындай жұмсақтықта болу керек. Егер қолдарыңызға жабысып жатса, осы мен сияқты кішкене майлап жіберсеңіздер болады. Міне, осымен біздің қамырымыз дайын. Енді үстін жылы орамалмен жауып, жылы жерге жарты сағатқа демалдырып қоямыз. Міне, біздің қамырымыз жарты сағаттай тұрды. Енді дәл осы қамырымызды қайтадан бір рет илеп, қайтадан жылы жерге, жылы орамалмен жауып, тағы жарты сағатқа демалдырып қоямыз. Сонда қамырымыз біркелкі жұмсақтықта жұмыс істеуге өте ыңғайлы қамыр болады. Міне, біздің қамырымыз тағы жарты сағат тұрды. Көріп тұрғандарыңыздай өте жақсы көтерілген, жұмыс істеуге ыңғайлы қамыр болып шықты. Енді дәл осы қамырымызды видеода көріп тұрғандай етіп, бөліктерге бөліп аламыз. Осы қамырдың барлығын мен 8 бөлікке бөлдім. Дәл видеода көрсетілгендей етіп, кішкене зуалақтар жасап аламыз. Міне, барлығын осылай зуалақтап алдық. Енді үстін жауып, кішкене 5-10 минуттай демалдырамыз. Сонан соң дәл осы видеода көрсетілгендей етіп, қамырларымызды дөп дөңгелек етіп жайып аламыз. Міне, дәл осындай қалыңдықта болу керек. Сонан соң дәл ортасынан бөліп, табамызға жайғастырамыз. Достар, егерде осы қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қосқыңыз келсе, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, өзіңізге сақтап алыңыз. Және де жүрекше белгісін басып, өз достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыз. Бұдан да басқа да сіздерге пайдалы видео рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Міне, осылайша барлығын табамызға жайғастырып алдық. Енді үстін жауып 10-15 минутқа демалдырып қоямыз. Осы аралықта ішіне салатын салмасын, яғни кремін дайындайтын боламыз. Кремге мен сливки пайдаландым. Сливкиге қант ұнтағы және кішкене вареный сгущенка салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып, крем жасап алдым. Мінекей, осымен біздің креміміз дайын. Лопатканың көмегімен жақсылап араластырып жібереміз. Біздің булочкаларымыз 10 минуттай демалып, кішкене көтеріліп алды. Енді оның үстіне жұмыртқаның сарысына кішкене сүт қосып, барлық жеріне тигізіп, жағып шығамыз. Сонан соң 180 градуста қызып тұрған пеште 10-15 минутта пісіріп аламыз.
Міне біздің көріп тұрғандарыңыздай булочкаларымыз өте сап-сары болып, әдем болып пісіп шықты, жұп-жұмсақ болып. Енді дәл видеода көрсетілгендей етіп, пышақтың көмегімен орталарын ашып аламыз. Мінекей булочкаларымыздың барлығын ортасын кесіп дайындап алдық. Енді дәл видеода көрсетілгендей етіп, ортасына қалағаныңызша кремді салып шығасыз. Сонан соң кесілген жеріне де дәл видеода көрсетілгендей етіп жағып шығамыз. Міне осылайша кремдеріміздің барлығын салып жайғастырып алдық. Сонан соң бір булочкиді осылай блендерда ұнтақтап алып, дәл видеода көрсетілгендей етіп, кремнің үстіне басып шығамыз. Мінекей осымен біздің лакомка булочкаларымыз дайын болды. Балалық кездің бал дәмін еске алып, міндетті түрде жасап көріңіздер. Әсіресе балаларға қатты ұнайды. Видеоның соңына дейін қарап менімен болғандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Сіздермен болған Фариза. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.